Сүйінші сұрап кеп қалдық, апа. Құтты болсын тойыңыз. Той тойлаған жақсы, бірақ есеппен болғаны жақсы да. Қабанбай кім болған десе той бастар тасыған деп айтпасына кім келді. Миллионға шықса, соған сай киім тіктіреді. Тойда тек 3 тос қылу керек. Біреудің күйеуімен біреудің әйелін билетіп, оның күйеуі қызғанып, кейін сыртта кісі шығыны болған жерлерде бар. Жаттабаған сөзді үйлену тойға да айтады, қыз үзету тойға да айтады, мерей тойға да айтады, сүндет тойға да айтады. Тілектерді азайтып, адамдарды жалықтырмау керек, бос уақыттарын алмау керек. Той қазақтың қазынасы. Дегенмен бүгінде оның мәні мен мағынасы бәсеке мен сән салтанатқа байланып, шынайылығынан ажырап бара жатқандай. Бүгінгі бағдарламада тойдың сыртқы көрінісіне ғана емес, ішкі мазмұнына да үңілмекпіз. Қайырлы кеш, эфирде көреміз шоу, сіздермен Меруерт Бауыржанқызы. Алдымен бейне сюжетке назар аударайық. Самый настоящий уровень с ума сводящий, там вкач, дальше унижает все. Как посол городской, типа это нельзя, моя Азия опять мир. Арманы ғой талайдың, арғымағы адайдың, ер қанаты ат деген жоғалған жоқ солай ба. Өтен ақтау мұнайы, сарқылмасын лайым. Аспаннан жаңбырша төгілген доллар, әлемдік әншілер, мейрамханадағы түйе. Бүгінде қазақ тойы шынайы қуаныштан гөрі көз бояушылық пен бәсекенің аренасына айналып бара жатқандай. Экономикалық жағдай қатты мәз емес, енді мен барды бар жоқты жоқ деймін ғой. 2025-те үнемшіл болайық, той тойлауды азайтайық жалпы, я. Әрине той тойлаған жақсы, бірақ есеппен болғаны жақсы да барлық нәрсенің. Одан кейін енді мынау доллардың да шамасын көріп отырсыздар, я. Бұның барлығы айналып келген кезде кез келген азаматтың қалтасына оңай соқпайтыны анық. Сондықтан барлық нәрсе есеппен болу керек. Дүркіретіп той жасағыңыз келсе, ең алдымен қалтаңыздың қалың болуын қаперге алыңыз. Бүгінде асабалар арасында Тұрсынбек Қабатов, Нұржан Төлендиев, Қайрат Әділгерей сынды танымал әзілкештер алда тұр. Олардың бірі тойыңызды басқарғанын қаласаңыз, 2-5 миллион теңге аралығында қаржы жұмсауға дайын болыңыз. Қызым менің қырдағы құралайсың, ұлым менің мұрагер мұрадайсың. Естисің бе, есі жоқ, ей дүние, неге менен сүйінші сұрамайсың дейді. Сүйінші сұрап кеп қалдық, апа. Құтты болсын тойыңыз. Күлдіремін деп көпшілік көңілін құлазытып жүрген асабалар да бар. Той тізгінін ұстаған кейбір жүргізушілердің бейәдеп сөзі мен арзан қалжыңы қоғамның сынына ілініп жүр. Әзіл мен әдеп қатар жүрмесе, салтанатты кештің сәні кетері анық. Тойларда бейәдеп сөйлеу мәселесін көрушілер, енді кім екенін айтпай қойын, оны YouTube-тан да көрдіңдер. Өткенде ана қыз бен жігітті билетіп атқан кезде біреуге подарка деп 5 мың теңге берсе, братан 2 мың қоссаңшы, гостиница 7 мыңнан қой дейді. Сол тойда айтылатын сөз ба мысалға. Ол сөз үшін ана жігітті сұрақ жауапсыз атып тастайсыз алуға болады. Ол біреудің ойырды отқан қарындасы, біреудің қызы, біреудің әпкесі деген секілді. Апа, қанша балаңыз бар десе, 13 құрсақ көтердіңіз, шошқа ұқсап туа беріпсіз ғой деген адамдарды естідік мысалға. Құдай сақтасын. Бала туғаннан басқа не жұмыспен айналыстыңыз дейді. Ол үлкен кісілердің не шаруаң бар сенің қанша бала туғанында? Астатөк тойлар қашан тоқтайды? Мінсіз той қандай болуы керек? Бүгін көреміз. Ендеше студиямызға ақын асаба Болатбек Мейірбекұлын шақырайық, қошеметтеріңіз. Сәлеметсіздер ме? Болатбек мырза, қош келдіңіз, төрлетіңіз. Және сюжеттен көріп жатырмыз, 2025 жылы халық қалаулары тойды азайтайық деп жатыр. Үнемдейік деп жатыр ақшады. Соған келсесіз бе? Қазақ тойшыл халықпыз ғой енді. Тойды азайтайық дегеннен көрі, мен ойлаймын, тойды бәлкім шағындау керек шығар. Шамасы келетін адам ғана жасау керек шығар тойды. Тіпті тойдың қазір уақытқа да ысырап екені түсінікті. Бір тойға бару үшін түстен бастап, тіпті таңертеңнен бастап дайындаласыз, ол жерге жетіп болғанша қаланың кептелісі бар, үйіңізге қайтып болғанша бір күн уақытыңыз былайша айтқанда кетеді. Сондықтан менің өзім ойымша қазіргі тойдың реформа жасау керек па деп тақырып қойған екенсіздер. Реформаға сол тойдың бәлкім уақытын қысқарту керек шығар. Екі тамақ, одан кейін қосалқы тіске басарлар, бір ысырапшылдық секілді көрінеді. Бәлкім бір тамақпен ғана шектеліп, үлкендердің батасын алып, одан кейін елді де шаршатпай, өзіңді шаршатпай үйге қайтарып жіберсе, сол әлдеқайда тиімді бола ма. Ал тойды қысқарту мәселесіне келетін болсақ, үлкен тойларды алып қалуға болады деп ойлаймын. Үйлену той, ұзату той деген секілді. Ал енді тұсаукесер, сүндет той, оның бәрі үйде ақ қыз келіншектердің арасында атқарыла беретін
той болып қала Енді берсе. өзіңіз асаба ретінде талай тойда жүрсіз. Аста төк дастарханды көріп жатырмыз. Дастарханда құстың сүтінен басқасының бәрі бар. Тіпті міне түйені де, биені де бәрін кіргізіп жатыр. Ол енді ысырапшылдық па, әлде бір дарақылық, мақтаныш па? Бұл енді қазақтың бір бақталастығы деп ойлаймын. Енді түйенің кіргенін көрдік, атпен де кіріп ол үркіп тойдың үстінде берекесі қашқанын көрдік. Мен тіпті өткенде бір жігіттерге айттым, ана батырлар қылып киіндіріп, жігітті ортаға алып шығатындар бар ғой, үйленіп жатқан жігіт. Мен айттым, сен басын шабуға алып баратқан адам сияқты көрінеді сырттан қарасаң. Өзі еңгезердей 4 жігіттің ортасында шинашақтай бір бала кетіп бара жатады. Сосын олар батырларға тойдың соңында той бастарды алдыртып шығаратын болыпты. Мен өткенде сол ұйымдастырушы жігіттердің біреуіне айттым, баяғы қазақтың батырлары жаудың басын алып келген. Қазір тойдың басы, қойдың басы не істедіңдер? Ертең мынаны көріп өскен балаларымыз қабанбай кім болған десе той бастар тасыған деп айтпасына кімге. Сондықтан да бұл өзім ойлаймын, дарақылық қазақтың бір-бірімен бақталасып, анадан асырып жасаймын деген ғана. Енді тойдың жақсы өтуі асабаға тікелей байланысты дегенмен келісесіз бе? Асабаға тікелей байланысты, және де асабаны тыңдауға құлықты халық болса, ол тіпті жақсы. Кейбір орталарда енді барлық барған тойымыз керемет мәре-сәре болып өтіп кетеді деген сөз айтсақ, ол өтірік болады. Кейбір қонақтардың аурасы, континенті келмей қалуы мүмкін бізге. Өйткені әр асабаны таңдаған кезде тойдың иесі оның той жүргізу бағытына байланысты таңдаса, сонда той дұрысырақ болады деп ойлаймын. Ал енді Атыраудан, Ақтаудан, Жетісудың өңіріне әкеліп, осы тойды керемет басқарып кетеді деген сенім болса, екеуінің менталитеті бір-біріне келіспей қалып жатса, онда тойдың керемет өтеді дегенде мен өзім сенбеймін. Қазір енді тас лақтырса асабаға тиеді. Асабаның түр-түрі көп. Енді көңіліңіз тола ма қазіргі асабаларға? Толатын асабалар да бар, енді барлығы нашар деп айта алмаймыз ғой. Толатын асабалар да бар, толмайтын асабалар да бар. Күлдірем деп бүлдіретіндері бар. Ана қазақтың өзінің сөзі бар ғой. Күле білу өмір, күлдіре білу өнер, күлкі болу өлім деген. Сол күлдірем деп өзі күлкі болып жатқанын түсінбейтін де жігіттер бар. Сондықтан да мен 50-50 деп айтар едім. Енді өзіміздің де кезінде алдымызға қарап, сол кісілерге қарап бой түзеген ағаларымыз бар, әлі де сол той саласында жүргендері бар. Бізден кейін біздің өкшемізді басып келе жатқан інілерімізге де шама-шарқымызша ақылымызды айтамыз. Сол азаматтардың той жүргізу бағыты мен нашар деп ойламаймын өзім. Бірақ жаңағындай олқылықтар жоқ емес. Енді осыдан бірнеше жыл бұрын өзіңіз асабалардың басын қосып, үлкен бір жиын өткізген болатынсыз. Мақсаты қандай еді? Енді мақсаты елдің аузына ілікті ғой. Бұл көзі қарақты әрбір қазақтың ішінде жүрген бір қыжылы, айтылмай жүрген нәрсесі. Тіпті оны имамдар да талқыға салды. Әлеуметтік желіде көптеген қаламгерлер де, журналистер де оны сын тезіне салды. Сол себепті сол сөз ұстадық, той басқардық деп жүрген жігіттердің аузындағы сөзінің кішкене дұрысырақ болғаны, үлкенмен қалай қарым-қатынас, жаспен қалай қарым-қатынас, олардың білім сапасы, той жүргізу деген жаттап алып тақылдап бірдеңені айту емес қой. Ол білім сапасы болмаса, тойдың деңгейінің өзі төмендеп кететіні айтпаса да түсінікті. Сол себепті сол жігіттерге кішкене үлгі болсын, арттан еріп келе жатқан осы салаға бет бұрсақ деп жүрген жігіттерге бір дұрыс мақсат, дұрыс бағыт көрсету мақсаты болған. Содан нәтиже шықты ма? Нәтиже жоқ деп айтуға да келмейді. Түбегейлі өзгеріп кетті деп айтуға да келмейді. Өзімізді тыңдайтын, баяғы Абай айтқандай, қайран сөзім қор болды, тобықтының езіне дегендей, барлығына бірдей менің сөзім өтті деп айта алмаймын. Бірақ мені тыңдайтын жігіттердің көпшілігі түзелді. Мен содан кейін тағы осындай асабалардың басын қостыңыз ба? Жоқ, одан кейін қосқан жоқпын. Маған ұсыныстар жасады Қазақстанның өңірлеріне. Оралға шақырды, Ақтөбеге шақырды, Қарағандыға шақырды. Біз өстіп асабаларды жинасақ, сіз келіп сонда сөйлеп берсеңіз деп. Ол кезде бірақ мен айттым, әр елдің өзінің азаматының сөйлеген сөзі дұрысырақ болады деп ойлаймын. Ауыл итінің құйрығы қайқы келеді дегендей, мен осы Алматы облысының айналасында, Жетісудың маңайында сөзім өтіп тұрған азамат болғанмен, Ақтауға, Атырауға барып айтсам, мынау кім дейді маған. Бұл біздің еліміздің бір веткүстар азаматы ма? Бізде де сөз ұстайтын азаматтар жоқ емес еді ғой деген көкейлерінде бір кішкентай бір кілтипан пайда болуы мүмкін. Сондықтан да мен барайын, бірақ менен гөрі елдің алдында жүрген, мысалға сол той саласының ар жақ бер жағын көрген Бекжан Тұрыс ағаларымыз, болмаса Талант Арынғали ағаларымыз бастап барса, мен солардың құрамында болсам, онда құба баратын едім деп айттым. Болатбек ағамыздың негізі көпке көмек тиіп жүрген Той мен ой дейтін кітабы бар. Соны жаңа ескере айтып кетпепсіздер. Ол той саласында үлкен негізі жастарға көмек болып жүр деп ойлаймын. Мен өзім бірдеммен оқып шыққан кітап, қайта-қайта 10 рет оқыдым. Ішінде қазақтың тойы, жаңағы нағашының жөні қандай, бас тарту әдебі деген сияқты бүткіл дүние тойға қатысы бар, барлығы толыққанды қамтылған. Соның ішінде енді осындай кітап
кітапты шығарып отырған адам деген енді ол өте керемет деп ойлаймын. Осы орайда менде сұрақ, осындай кітап жазуға сізде қандай біліктілік бар, жалпы қандай білім бар, және мен ойлаймын Қазақстанда бірден бір тойдың әрине төрінде бәрі асабадан басталады, бірақ жалпы бізде асабалар дайындау мектебі, институты, жалпы осы мәдениетті қалыптастыратын нәрсе бар ма? Жалпы асаба дайындаудың арнайы мектебі жоқ қой негізінде. Ол мына жерге оқуға түссең, сен асаба шығасың. Енді актерліктің оқуы бар, әншіліктікі бар дегендей, асабалықтікі қазір жоқ. Ол бір келе-келе жонлумен, ысылумен, төселумен келетін, тәжірибемен келетін. Ол бір дарын талант қой, сізде қайдан пайда болды? Енді біреулер айтады ғой, кез келген адам асаба бола аламайды. Мен оны былай айтар едім. Мысалға, мүсінді пластилинден жасауға да болады. Оны құмнан жасауға да болады. Ал бірақ оны тастан қашасаң, ол мүсін. Сол секілді адамның өзінің қанына біткен бір ақындық, сөзмерлік, шешендік қабілеті болмаса, онда одан асаба жасап шығу қиын. Жасап шығасың, бірақ ол ұзақ мерзімді болмауы мүмкін. Ал енді таза таланты бар жігіт, осы асаба болады деп, ол дайындықсыз қалып қалса, ол да бекер. Той қалай өтуі керек? Танымал асаба қандай тың ақпаратпен бөліспек? Жұлдыздардың тойға шығу гонорары қанша? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Дүйім жұртқа пародия жанрымен танылған Асқар Көмекбаев не себепті асабалықты таңдады? Тойшыл қауым асабадан не күтеді? Эфирде көреміз шоу, біз жалғастырамыз. Студиямызға белгілі асаба Асқар Көмекбаевты шақырайық, қошеметтеріңіз. Асқар мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді өзіңізден сұрайықшы, той саласында жүргеніңізге қанша болды? 10 жылдан аса уақыт болды ғой, карантинде есептемегенде. Енді сізді белгілі пародист ретінде білеміз. Ал енді асаба болуыңызға не түрткі болды? Негізі қолдан келіп тұрған өнер ғой. Қолынан келсе қонышынан бастайды. Маған негізі тамада болуыма түрткі болған жігіттер бар. Есімдерін атамай қояйын. Маған айтады, Асеке, сенің ойыңда бірнеше өнер бар. Бір өзің бірнеше адамның дауысын саласың, неше түрлі аспаптардың дауысын салып, таңғалдыратын дыбыстар жасайсың. Өнері мүлдем жоқ, не ән айта алмайтын, не дикциясы таза емес, не керемет актер емес, сондай балдар тамада болып жүргенде, неге сен болмайсың деп жиі айтып жүретін. Бірақ білек сыбанып кірісіп кетуге іштей дайын болмай жүрдім да, сосын тәуекел төбе жел қайық, өтесінде кетесің. Ойшыл ойлағанша тәуекелшіл барып келеді деп, тәуекел етейін деп кірдім тойға, той саласына. Жолыңыз болды. Аллаға шүкір, адамдар жақсы қабылдай бастады, өздері хабарласады, сіздің тек қана пародиядан бөлек өзбекше сөйлей алады екенсіз, қаралпақша сөйлей алады екенсіз, Назарбаевтың даусымен тілек айта алады екенсіз, Майкл Джексон болып билейді екенсіз. Бір өзіңіз барлығын жасайсыз ғой, бізге ұнайды. Тойымыз ерекше өткен қалаймыз, сондықтан бізге сіз сияқты ерекше асаба керек. Әмбебап асаба дейсіз ғой. Ал енді өзіңізді қымбат асабалардың қатарына жатқыза аламыз ба? Оны болашақта сондай бір баға қоя жатармын, әзірге мен. Гонорарыңыз қанша, мәселен? Құпия болмаса. Бір жылқының бағасы. Миллионға жақын ғой, 700-ге дейін. Жоқ, 300-400 мың. 400. Шамамен. Сонда ол тек қана өзіңізге төлейтін ақша ма, әлде әнші, биші, музыканттарыңыз барлығын қосқанда ма? Мен музыкант, асабалық, бұл айтқанда 8 сағат бойы сол тойханада жүрген асабалық еңбек ақымыз. Сосын тағы кімге ақша төленеді, жаңағы бір жылқының ақшасы. Нұржан Төлендиевке, Назарбаевқа, Майкл Джексонға, саксофон, аспаптарға соның барлығына. Жақсы, ендеше елге танымал жұлдыздардың гонорары қанша екен? Бізді келесі сюжет дайындаған болатын болса, экранға назар аударыңыздар. Шоу-бизнес өкілдері үшін той табыс көзіне айналғаны жасырын емес. Әсіресе ұзату тойларына сұраныс жоғары. 2023 жылғы мәліметке сүйенсек, танымал әнші Қарақат Әбілдинаның бір тойдағы гонорары 3 миллион теңге. Ал айтыскер Сара Тоқтамысова бұл қызметі үшін шамамен 1 миллион теңге алады.
ал Мөлдір Әуелбекова, Айдар Тұрғанбек, Тамара, Асар, Роза Әлғожа сынды жұлдыздар еңбегін 1.500.000 теңге шамасында бағалаған. Тербеті бауылың даласы, құдағы бекі үйдің арасы, ойпырмай әнім не дегенше, қалқадай ұзатылып барасы. Қалай ойлайсыздар? Бұл баға қымбат емес пе, әлде көрсеткен өнеріне сай ма? Сай негізі. Өйткені миллионға шықса, соған сай киім тіктіреді. 100.000 теңгеге 200.000-ға шықса, бағасы болмайды ғой. Сапалы нәрсе әрқашан бағалы болады, және де бұл кісілер легендалар ғой. Біз кішкентай кезімізде телевизорды көріп өскеннен бастап өздерін танытқан, және де осы экранға шығу үшін олар күні-түні студияда жүрген, неше түрлі ән жаздырған, 20 ән жаздырған, қаншама $1000 ақша салған, бірақ хит болмай, үмітін үзбей, осы жолда мен түбіне жетемін деп, тамшы там тас десет дегендей әрекет жасап, ең соңында әйтеуір бір әні хит болып, одан кейін ол ән хит болғаннан кейін оны радиоға жіберу керек. Оған тағы продюсерге ақша төлеу керек. Фотосессия бар, клип бар. Клипке отдельно ақша төлейсің. Эфирге шығарып айналып тұру үшін тағы ақша төлейсің. Кезінде пәленбай $20-30 ақша шығарған, соңына қарай енді соны ақтау керек. Біздің халықтың негізінде ой пікірі өзінің дәрежесі төмендеп бара жатыр деп мен есептеймін. Себебі сіздің қызықшылығыңызға, тойыңызға мен неге келген әншінің, келген бишінің көйлегін өтеу үшін, клибін өтеу үшін, оның шығарған музыкасын өтеу үшін өтемақы төлеуім керек. Мысалы, түсінген адамға да той деген ол, мысалы, мен той жасайтын болсам, ол той менің қызықшылығым. Мен оны кім үшін жасаймын? Өзімнің туған туысқаным, ортам үшін жасаймын. Мен осы 70-ке келген шағымда қаншама тойға барам, қаншама дәрежеге тойға барам, бірақ сайқы мазақ. Жасыратын еш нәрсесі жоқ. Өте дұрыс айтасыз, бар ондай. Аузына келгенде айтады жаңағы. Өте дұрыс айтасыз. Мынау менің немеремен жасты балам, міне мысалы, отыр ғой мына жердегілер, мен білмеймін бұларды. Сендер айып етпеңдер да. Жаттап алған сөзді келіседі ма, келіспейді ма? Ана жерде айтады, келіп алып, ана отырған кісілер дейді, сөз тыңламайды дейді. Келген қонақтардың көйлегіне тиіседі. Жоқ, көйлегіне тиіседі. Жаңа дұрыс, ана жерде өте жақсы айтты, ана жаңағы көйлегіне тиіседі, өмірге әкелген баласына тиіседі, қасындағы қотағына тиіседі, оның мінген көлігіне тиіседі, оның жұбайына тиіседі. Оның қандай құқығы бар? Былай айтқан кезде шақырдың ба, келдің ба? Мен айтайын деп едім, жаңа қояйын деген сұрағымда, міне сценарий бола ма? Қандай тақырыпқа байланысты өздеріңді жетілдіресіңдер ме? Мен көрем, жаттап алған сөзді үйлену тойға да айтады, қыз үзету тойға да айтады, мерей тойға да айтады, сүндет тойға да айтады, ана басқа нәрсеге де айтады. Олай болмайды. Айбарша апа, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, біздің ортамызда жас асабалар отыр, Жалғас Тілепберген және Айбол Базарбек. Жігіттер, қалай апайдың сөзімен келісесіздер ме? Абайдың сөзімен толықтай келісеміз. Әрине, көп асабалар негізі асабаның мықтылығы қай кезде білінеді, барлығымыз сөз жаттап барамыз ғой, бірақ сол сөзді қай жерде қолдана білуде ғой бұл жерде мәселе. Мәселен, сіздер сценарий бойынша дайындалып барасыздар ма? Қалай, әр тойды өткізудің өзінің сценарий бар ма? Әрине, сценарий бойынша дайындалып барамыз, ол біріншіден. Бірақ тойға келген адамдардың, тойға келген қонақтарға байланысты ол жерде сценарий өзгереді. Ол жерде өзіңнің юморыңды тығасың. Былайша айтқан уақытта той импровизация жасайсың ғой. Бірақ енді той иесі де бір талап қоятын шығар, иә? Той басталмас бұрын. Той жүргізетін кезде, той иелерімен алдына жолығамын, қалай жүргізсек. Мен той иесімен кездесетін кезде той иесіне айтамын. Ютубта сіздер көріп жүрген тамадалар сияқты біреудің көйлегіне тиісу, біреуді кекету, әкесімен жасы кісіге сен деп сөйлеу, мен ондайға мүлдем жоқпын. Егер сондай тойды өткізетін болсаңыздар, тамадалар ютубта толып жатыр. Мен тойды барынша көңілді, Әл-Фараби бабамыздың сөзінен, Шал ақынның сөздерінен орнымен керек жерінде тыңдап отқан адам тек қана ыржалақтап күлу үшін емес, бір нәрсе ой түйіп кетсін деген мән мағынасы бар. Шал ақынның сөзі, Абай атамыздың сөзін барлығын ой тастап кетіп, мен солай жүргіземін, және де көңілді қылам. Ешкімнің абыройына тиіспеймін, керісінше келген қонақтардың абыройын көтеріп, әдемі сөзімді айтып, тойды аяқтаймын. Өте дұрыс, иә, Болатбек мырза. Мен жаңа апайымыздың сөзіне қосатыным, халықтың деңгейі түсіп бара жатыр дегеннен гөрі біз түсіріп бара жатырмыз деп айтқан дұрысырақ сияқты. Өйткені Абайдың сөзі бар ғой. Сөз түзелді, оқырман, сен де түзел дейді. Қазіргі жастарға неге осындай нәрселер жасайсыңдар десек, ол халықтың қалауы ғой дегенмен ақталады. Халық соны сұрайды дейді.
жоқ сен не нәрсені бересің, халық соны сұрайды. Ол бір көрген нәрсесін сұрайды, өмір көрмеген нәрсені сұрамайды. Сондықтан оны көріп алғаннан кейін халықтың деңгейі де соған түсе береді. Бәлкім біз оны көтеруіміз керек шығар. Сосын жаңа бір тойға барсаң ананы, ол арғы тойға барсаң тағы соны естеймін дейді ғой. Қазіргі тойдың жалықтыратын тағы бір себептерінің бірі әр асабаның жеке сценарийінің болмауында. YouTube'дан көріп көшірмей. Асың барда ел таны бері жүріп, атың барда жер таны жел жүріп деп. Ендеше халық қалай той жасаса өзінің көрпесіне қарап көсіле жасайды. Асабаларды шақырса да өзінің қол жететін асабаны шақырады. Қол жетпейтін асабаны шақыра алмайды да ғой. Иә ғой. Ендеше мына жерде біз айтып отырмыз, тойға реформа керек пе деген. Онда тойға реформаны асабалар жасай алмайды ғой. Халық өзінің деңгейіне қарата әр облыс, әр аймақ, әр аудан мәселе. Оның ішінде жаңағы асабалардың мәдениеті де талқыланып жатыр ғой. Асабалар оған ат салысу керек. Мысалы, асаба келді, мен шақырдым, осы асабаны біреуін шақырдым. Келсе, мен той иесімін, мен той басқарып жүрген жоқпын, келіп. Міне сіздердің тойларыңыздың тақырыбына қарай осылай жасасаңыздар болады, осы кісілерді шақырсаңыздар болады деп ой салса. Сырапшылыққа жол қоймайық деп отыр. Сырапшылыққа жол қоймайық дейді. Бие керек емес, бие керек емес. Жоқ, ол жоқ. Ол бар ғой, міне. Жылқы сойма деп айта аласыз ба? Жоқ, түйе соймайым деп айта аласыз ба? Немене деп айта аласыз ба дейді? Жылқы соймай, асабасыға жылқы сойма. Ол бар ғой, ішкен жеген айтады ғой, жаман ішкен жегенін айтады, жақсы көргенін айтады дейді. Вообще ішкен негізінде ішкен жегенге келіп тақалмау керек. Асаба ықпал ете алады дейсіз ғой енді. Той басқаруды отбасылық кәсіпке айналдырған жанұямен жарнамадан соң танысамыз. Еуразия бірінші арнасы қосулы болсын. Қазақ үшін той тек қуаныш қана емес, тұтас бір мәдениет. Дегенмен тойды өткізу де оңайға соқпайды. Салтанатты кештің жүргізушісін таңдау, ұйымдастырудың күрделілігі, мейрамхана мен басқа да ұсақ түйек мәселелер бәрі де үлкен жауапкершілікті талап етеді. Эфирде көреміз шоу, біз жалғастырамыз. Стамбулда той жүргізгелі жатырмын. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Түркия төрінде қазақтың тойын тізгіндеп жүрген асаба Нұрлыбек Әубәкіров. Ал видеодағы әнші оның серіктесі ғана емес, өмірлік жары Салтанат Спандиярова. Той жүргізуді отбасылық кәсіпке айналдырған бұл жұп бүгінде осы саланың үздіктері. Талдықорғандық өнерлі жұп бүгінде өз агенттігін ашып, шығармашылығын кәсібімен ұштастырып отыр. Той ұйымдастырумен айналысатын бұл орталық тапсырыс берушілерге әнші мен бишіден бастап видео түсірілім, тіпті той көйлегіне дейін ұсыналады. Ендеше студиямызға ерлі зайыпты Нұрлыбек Әубәкіров пен Салтанат Спандиярованы шақырайық, қошеметтеріңіз. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Өздеріңізбен жақынырақ танысайық. Той саласында жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Жалпы өнер саласында жүргеніме 15 жыл, соның 10 жылы той саласында. Той саласына дейін сол сахнада жүрдік. Отбасы құрғанымызға 9 жыл болды. Менің осы қыздарды ұзатып, жалпы команда құрып жатқаныма 5 жылдай болыпты. Қазір енді өздеріңіз той ұйымдастырасыздар. Тек асаба, жаңа қыз ұзату ретінде емес, өздеріңіз той ұйымдастырасыздар. Мәселен, мен сіздерге той ұйымдастырып беріңізші деп өтініш жасасам, құны қанша болады? Сондай қызметте. Жоқ, біз бірінші той ісін талғамын сұраймыз. Орташа есеппен дейікші. Не керек, қалай өткісі келеді, одан ашық бюджетін сұраймыз. Балам мен жағдайым осындайға кеп тұр десе, біз соған ыңғайластырып береміз. Қатып қалған баға жоқ. Бұл мені көптен күткен тойым, мен шашылайыншы десе, біз оған мынандай бағалар ұсынамыз. Яғни қосып айтпаймыз. Сол артистердің санын көбейтті, де болмаса жұлдыздар шақырып дегендей. Шамамен сонда қызметтеріңізге не кіреді енді? Көбінесе халықтың талғамы қандай? Енді бізде қазір
той орталығында 40 шақты адам жұмыс істейді. 40 шақты адамды жұмыспен қамтып отырмыз. Оның ішінде ансамбль бар. Қазір этно ансамбльдар өте сұраныста ғой. Сол себепті халықтың сұранысы бойынша этно ансамбль ашқан болатынбыз. Өзіміздің Талдықорғандық өнер азаматтарынан, азаматшаларынан, одан кейін бишілер бар. 20 шақты биші студенттеріміз бар, кәсіби бишілеріміз бар, командамыз енді үлкен. Сондай-ақ видеосъемка дейді ғой қазір. Енді біз бұны той орталығын не себепті аштық? Өйткені әркім әртүрлі жерден алғаннан кейін ыңғайсыздық тудырды да. Барлығын бір жерден алған дұрыс қой. Содан кейін Сапасы жақсы болу үшін барлығын бір жерден Бірақ оның құны жаңағы өсіп кетпей ма? Жоқ. Ол алғанына байланысты. Жүргізуші ханым былай ғой, сіз кафеге тамақ ішуге барсаңыз, қалағаныңызды жеп тапсырыс бересіз ғой. Қаласаң бір порция тамақ жеп. Біреу мысалы бәлкім айтуы мүмкін, маған 4 биші ғана қажет дейді. Біреу айтады, маған қызым 12 биші кіргенде өте андай айтады ғой, эффектно болсыншы деген сияқты. Енді ол сол той иесінің талғамына байланысты. Енді қазір тойға көлікпен де кіріп жатады, биемен де, жылқымен де, енді әртүрлі варианттар бар, түйемен де. Соның барлығында сіздер ұйымдастырып бере аласыздар ғой, мүмкіндігінше. Егер мүмкіндік болса, ұйымдастырамыз. Енді ең ерекше есте қалған сондай бір ұсыныс бар ма? Ұсыныстардың ішіндегі ең ерекшесі қонақтардың барлығына бірдей қазақша киім деді. Дресс-код. Қонақтар енді біздің әулетімізге жеке бірдей киімде киім тауып беріңіздерші дейтін болды. Яғни сол әулеттің бір 20-ға жуық келіні бірдей жасыл көйлекте болды, орамал таптық, сонда іздедік ше. Жасыл деген қойдық, сондай дресс-код болды енді. Оны енді арнайы тіктірген шығарсыздар. Таптық, тіктірдік, ан жақтан алдырттық, Алматыдан таптық, әйтеуір сол 20 шақты келінге сондай тауып бердік. Одан кейін енелеріне андай қызылдау шапан киді. Сол ерекшелеу болды. Біздерге сондай той ұнайды жалпы. Енді қалай ойлайсыздар, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы тойға реформа керек пе? Қандай өзгерістер енгізер едіңіздер өздеріңіз? Егер қолда сондай мүмкіндік болса. Менің ойымша, қазір көбінде осы соңғы уақытта байқап жатырмын, тойлар түскі уақытқа ауысып жатыр. Сол бізге өте ыңғайлы болып жатыр. Түсте тойымыз басталады, 1-2 шамасында басталады, кешкі 6-7-де той әдемі аяқталады, үйіне қайтып адамдар ыңғайлы. Ал көбінде енді бізде 7-6 деп шақырған той 8-9-да басталып кетеді ғой. Одан ол түнгі 1-2-ге дейін созылады. Сол себепті жаңағы тойдың түскі уақытқа ауысып жатқаны, ауысса деген ниет те бар. Асқар мырза. Тойға көбіне үлкен әулеттің үлкендері келеді ғой. Ақсақалдар, ақжаулықты аналарымыз. Сол кісілер тойға келіп, ақ батасын беріп, дәмнен ауыз тиіп, ал енді тамада бала микрофонды бер деп, міне біз батамызды бердік, асымызды іштік, ары қарай енді біздің денсаулығымыз жарамайды 6 сағат отыруға, өздерің ойнаңдар, күліңдер деп батасын беріп, солай үйіне қайтса екен деп ойлаймыз да. Болатбек бауырым әрине. Бұл азаматымыз өзі қысқа сөйлейді. Сол қонақтарға сөздің ретін береді. Сосын жаңа концертін бастайды. Енді асабаларымыз бар. Өзі жарты сағат сөйлеп тұра болады. Ол, конечно, арғаты кетті, 4 сағат, 8 сағатқа ұзарады. Асқар мырза, ойыңызды аяқтай кетсеңіз, ең қызық жерінде үзіп жібердік. YouTube көріп жатсаң реклама шығып кетеді ғой, сондай болып кетті жаңа. Сөйтіп ашып жіберейін дейді. Содан кейін мен Қарабақстанда той жүргіздім. Жаңа реформа керек пе деп жатырмыз ғой. Енді айтады ғой, қазақты сөйлетпесең, өзбекті билетпесең ренжиді дейді. Тойда тек 3 тос қылу керек. Мен Қарабақстанда көргенім, одан не айырмашылығы бар, не ерекшелігі бар десеңіз, әулеттің үлкендері сөйлейді, 2 жастың ата-анасы сөйлейді, содан кейін алыстан келген қонақтар сөйлейді. Сосын ары қарай біз неге тілек айтпадық деген кісілерге әр отырған столда, видеокорттарда петличка деген болады. Соларға шығып тілек айтқызады. Бәрібір анау тойда төрде тұрған адамдар оны тілек тыңдап жатқан жоқ. Өйткені бір тілек қайталанып жатыр. 30 жылдан бері айтып келе жатқан. Оны ертең той бітіп, үйіне барып, жаңағыдай диск дайын болған кезде кім тілек айтты, айтпады, барлығын дисктен көре алады. Солай істесе жақсы болушы еді. Ол сіздің ұсынысыңыз. Ал Қанат мырза, сіз қандай ұсыныс енгізер едіңіз? Енді Болатбек ағалар біздің алдымызда жол көрсетер шығу. Мен де негізі әншіліктен бөлек асабам. 13 жыл болып қалды мен де той тізгіндеп жүргенме. Бірақ енді әркім талғамы әртүрлі арасында. Біреулер жаңағындай сөздің асабасын қалайды, біреулер шоуменді қалайды, сөз емес бізге ойын көбірек болса екен деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде бірінші талғам деп ойлаймын, екінші Асекең жаңа айтып отқан тілегіне келетін болсақ, біз онда менің той саласында болды ондай жаңа петличкамен сөйлеу деген.
біздің халық оған дайын емес әлі. Неге? Өйткені сол тойда сөйтіп жасап, басында жасадық та, сосын екінші тойда бәрібір шығарды ғой ортаға. Сөзге обязательно сөйлеу керек деп. Ал басында кішкене үйренбейді, кейін жай үйреніп кетеді. Оны үйрететінсіздер. Мәселен, бір бастама болса, үйретіп алуға болады. Былай ғой. Өрмейді деп. Мода деген нәрсе бар ғой. Баяғыда трико мен туфли киюді ерсі көретін еді. Қазір классика мен кроссовка кию ол нормально болып кетті. Сол сияқты адам бірте-бірте жай үйренеді. Енді жаңағыдай тілекке келетін болсақ, тілекте енді мынандай нәрсе ғой. Тілекке шығарасын, бірақ ішінде тілек айтатын адам жоқ. Шығады да бір тілекті қайталап қоя береді. Сен сөйле, мен сөйле. Тамада бала, не біз сөйлемейміз ба? Мен нағашымын, жиенімін дейді да, бір әдемі тыңдап отқан адамдардың жаңағыдай құлағына алтын сырға деген сияқты бар, мән мағынасы бар. Тілек айтпайды. Жаңағы сол балдар бақытты болсын, мәке денсаулық мықты болсын, балдар бақытты болсын. Бір тілек қайталай бергеннен кейін халық шаршап кетеді. Сондықтан тойда ол тілек айту үшін емес, тілекті басында әулеттің үлкендері айтты, ата-аналар айтты, алыстан келген қонақтар сөйледі, болды ғой, бір тілек қайталай беріп қайтеміз. Одан да сыйлық алайық. Тамада ойын ойнады. Ана бір шайнек болса да алып кетейік деген сияқты. Тойда кішкентай бір шайнек, бір чашка алып кетсе де тойға реформа керек па дегенде, тойдың ең үлкен реформасы мынау болады деп ойлаймын өзім. Біріншіден, әр асаба жеке дайындалсын. Содан шаршайды халық біріншіден. Екіншіден, қарапайым халыққа тойға баруда үлкен экономикалық салмақ қазір. Бір тойға барсаңыз кемінде 30 мың, 40 мың, 50 мың теңгеңіз кетеді. Аптасына 2 тойға барсаңыз, айына 8 тойға барасыз. Ол жерге бара жатқан адам сүйсініп бара жатыр деп айтуға келмейді. Сондықтан менің ойымша, той жасайтын қазақта мақал бар ғой, өлім байдың малын шашады, кедейдің артын ашады дейді. Бұл қазіргі заманда өлім ғана емес. Қазіргі заманда той да сондай. Байдың малын шашады, кедей адам тыраштанып соған жетемде ол да шашылады. Сондықтан той жасайтын адам, мен мысалы өзім былтыр той жасадым анама. Сол кезде мен өзім 10 ағайындымын. 10-на да айттым. Тойма ештеме әкеме қойыңдар. Емін еркін келіп тойлаңдар, баталарыңды беріңдер, тілектеріңді айтыңдар. Негізі ет жақындарды шақыру керек қой, анаудан да ұят болады, мынадан да ұят болады деп шақыра берудің қажеті жоқ. Және де бір кісі мен тойға шақырса, мен ақшам болмай тұрса да барам. Барған кезде соған сай өнерім көрсетіп кетемін. Егер мені былай бөлек шақыратын болса, бәрібір ақша төлейді ғой. Негізі. Мен ол жерде қолына не қызмет келеді деймін, асекесіз келіп, бір-екі тілек айтып берсең соңы жетеді дейді. Менен ештеңе дәметпейді. Бір кісілер бар, жағдай бар, жасайды. Ал кредит алып жасап жатқан кісілерге мен айтпаймын, ана Қайрат Нұртасты шақыр, Төреғалиді шақыр да 20 миллионға қарызға кір демеймін. Шамаң жетіп тұрса шақыр. Соңғы жылдары той бәсеке алаңына айналып бара жатқан жоқ па? Тойдағы дарақылық қашан азаймақ? Қарызсыз той жасау мүмкін бе? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Мінсіз той жасау үшін қанша қаражат керек? Лайықты асабаны қалай таңдаған жөн? Той өткізу кезінде жиі кездесетін қиындықтар қандай? Осы және өзге де сұрақтарға той ұйымдастыру орталығының маманы жауап бермек. Эфирде көреміз шоу, біз жалғастырамыз. Ер адамға жұмыс істеп ақша жинау керек деп ойлаймын. Бірақ қанша жерден кредит алғанмен оны қатты үлкен қылып, масштабный қылып той жасау керек деп ойламаймын. Өйткені ол әйел адам мен ер адамның ара қатынасы, ол тойға және оның үлкендігіне, қанша адам бар келгеніне маңызды емес та. Қазір заманда көп той жасап, ондай шашылып дұрыс емес қой. Жастарға бәрі айтылып жатыр ғой. Жастарға оқуға, үй алуға мәселе көмектесін деп. Негізі регионға байланысты ғой. Мысалы, солтүстікте оны нетпейді. Ондай салттар ұстанбайды. Оңтүстік пен батыста ұстанады. Кімнің ақшасы бар істейді. Мен қазір істеген ешкімнің пайдасы жоқ. Шетелдерде олай істемейді. 10-20 адам шақырады. Біз бұна айтып отырсың, кредит алып та, зачем он нужен? Мен сені қалам ба, менен дегенде өтті. Егер жастар жасайтын болса, онда туысқандардың арасында ғана жасау дұрыс сияқты ма? Қарызға кірмей. Қазір адамдар бір-бірімен не ғой санасып кетті ғой. Анадан киме қалмайық, мынадан қалмайық, ар жағы мынандай істеп жатқан, біз мынандай істейік деген сияқты. Әркім өзі біледі, әркім өзінің бірінші өзін түзеу керек деп ойлаймын мен өзім. Мен өзім түзеймін. Әркім өзін түзесе, сонда ел түзеледі. Өзіңіз үйлендіңіз ба? Үйлендім, той жасаған жоқпын. Мен беташар үлкен қылып беташар жасадым. Құдалық жасадық, болды. Той жасаған жоқпыз. Мен өзім тойға қарсымын. Студиямызға той саласының тағы бір маманы Бекнұр Бастаубаевты шақырайық, қошеметтеріңіз.
Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Бүгін сондай бір өзекті тақырып талқылап жатырмыз. Енді соңғы жылдары мына ел арасында бәсеке, мақтаныш, жаңағыдай аста төк бір-бірінен асып түсу деген бір ұғымдар пайда болды. Аға, келісесіз бе? Өзіңіз соны күнделікті көріп жатқан шығарсыз осы құбылыстарды. Иә, әрине келісемін. Ысырапшылдық, аста төк нәрселер болып жатады, бірақ той иелерін сол жүйелі түрде сондайды болдырмауға шақырамыз. Өзіміздің ұсынысымызды айтамыз, тиімді жақтарын айтамыз. Жүйелі, сапалы, жақсы Тыңдайтын құлақ бар ма? Тыңдайды, әрине. Енді қазір мына жұпыны отбасыларда, жағдай орташаларда әйтеуір елден қалмайық деп несиеге батып, несие алып жасайтындар бар. Енді бұл той өзің ақтайды деген бір сенімде. Бірақ көп жағдайда той өзін ақтай ма? Той ақтамайды өзі. Қазіргі уақытта Бұл жерде әзірге халықтар қалай той жасайтын кезде бүткіл өзінің етіне жақын адамдардың бәріне шақыртып жіберген кезде тойға бір жұма болмаса 10 күн қалған кезде тиянақтандырады. Келесіз бе, келмейсіз бе дейді. Өйтетін ресторанға берілген столдың барлығының саны, барлығының бағасы жазылған ол жерде. Бір адамға 15 мың, 17 мың деген өзінің бағасы бар. Келмесеңіз орныңызға басқа адамды отырғызам деген әңгіме ғой. Соған қарағанда мүмкін той сол ресторанның өзінің жаңағы шығынын шығарып кету мүмкін. Қараңыздаршы, енді қазір біз асабалар осы тойдың реформасын өзгертуге бір ықпал етсе екен, ысырапшылдыққа жол жоқ деп айтып жатырмыз ғой. Мәселен, өз басымызға келгенде, Моника ханым, өзіңіз тойдан бас тартып, үнемдеп 10 адамды ғана шақыруға дайынсыз ба? Әрине. Енді былай айтайын, енді қаншама адам отырмыз, әр адамның өз ойы бар, біреу қарсы емес, біреу айтады да жаңағындай 3 миллионға артисті шақырып қайтеміз деген дейді. Мен бір жағынан келсем, ысырапшылық болмау керек деп, бірақ та енді әр адам енді дегенмен өз қалтасына қарау керек. Жағдай болып тұрса, неге шақырмасқа? Сол 3 миллион болсын, 1,5 миллион болсын, сен жағдайың болса. Өйткені ол кісі, мына кісіде айтқандай да, ол кісілер жаңағындай қаншама еңбегін жасады, жаңағы костюмы бар да. Танылу үшін көп еңбек. Мысалы, танымал адамды көргің келсе өз тойында, шаман келсе шақыр, шаман келмесе, мен өз басым, шаман келмесе да, андай, жоқ, кредитпен, бәрін косякқа отырғызып, ондай ол дұрыс емес. Енді бізде елден қалыспау деген ұғым бар ғой тағы. Ол дұрыс емес. Елден қалмау керек, ертең ұят болады. Бұл барлығы тойға да қатысы емес, басқа тақырыпта да сондай. Мына бір класстасы, досы көлік алса, 4%-пен алып жатыр екен, мен де алайын дейді. Анау үйленсе, мен де жүре берем ба, үйленейін. Бізде автомат еліктеушілік бар ол. Бекнұр мырза, мәселен, қандай реформа қажет? Неден бастау керек? Асқар мырзаға қосылам. Тілектерді азайтып, адамдарды жалықтырмау керек, бос уақыттарын алмау керек. Мен басқарып көрдім өзім бір-екі той, тоссыз тойда. Бірақ ол қызықсыз деп ойлаймын, келген жұрт 2 жасқа ақ батасын беруге келеді ғой. Ол тоссыз той қалай болады деген сияқты. Кемінде сол 3 тос қылу керек. Оның өзінде де жаңағы жас үлкендер, жөні бөлек адамдар болады ғой, туысқанның ішінде. Сондай адамдарға ғана сөз кезегін беру керек. Болатбек ағамыздың бір сөз бар ғой, алтын аз болған үшін бағалы, алтында темір секілді көп болса, оның да қадір қасиет болмас еді. Сондықтан да сөйлейтін сөзімізде қыздың жасы ондай шашауы шықпаған, жинақ болса, сонда ғана қадір қасиет биік болмақ деген енді өзінің кітабында жазған. Сол сияқты енді тойға келген адамдар да өз-өзін ұстай алса, кейбіреуіне тос берсең, 90 жылғы әңгімесін айтып, бала күнде бұлай болып еді деп. Ондай емес. Тойға бару мәдениеті де болу керек дейсіз. Мен ол кітапты жазғанда оны ойлайды елдер тек асабаларға ғана арналған сценарийлардың жиынтығы ма деп. Олай емес. Бүткіл елге арналған ғой. Қарапайым той жасасам деген адамдардың қандай нәрсені ескеру керек, қандай нәрсенің керек, қандай нәрсенің керек емес, ненің ысырапшылдық екені, ол жерде қандай сөздер айтылу керек, және ол жерде кім сөйлеу керек. Өзі қазақта қазір 2-ның бірі егіздің сыңары микрофон ұстап сөйлегенді мансап көретін болды ғой. Біздің дәстүріміз, қазағымыздың жолы бойынша көп жасаған дана сөйлеген, көп балалы ана сөйлеген, болмаса талабы тасты жарып тұрған бала сөйлеген. Болды, осы 3 сипат бойыңда бар ма сөйле. Болмаса елдің қатарынан қалмай сөйлеуді абырой көру ол мақсат емес. Бәлкім енді Болатбек мырза, осындай асабаларды сүзгіден өткізетін бір мекеме, институт керек пе? Менде күшті ұсыныс бар. Жаңа айтып жатырмыз ғой, лицензия міндетті түрде керек. Өйткені білеміз, естігеміз, біреудің күйеуі мен біреудің әйелін билетіп, оның күйеуі қызғанып, кейін сыртта кісі шығыны болған жерлерде бар. Ол кімнің кінәсі?
ол сол жерді дұрыс басқара алмай қалған асабаның кінәсі. Екіншіден, асаба деген кім дегенде елдер ойлайды, жаңағы ютубтан көрген, әлеуметтік желден жаттап алған, тақылдатып айтып беру. Менің ойымша асаба деген нәрсе сол жердегі қонақтардың айта алмай қалғанын толықтырып, артық айтқанын тігісін жатқызып айтып беріп тұратын адам. Бір ғана мысал айтайын. Өткенде бір апамыз құдаларына өзінің туыстарын таныстырып жатыр. Біз мынандай кісі, мынандай кісі, біз осындай жабайы жанұямыз деді. Халық дүр ете түсті, күлді. Сөйтіп мен микрофонды алдым да, халық бұл жерде біз жабайымыз дегенде біз түк көрмегенбіз деген сөз емес. Мағжан Жұмабаевтың өлеңі бар. Көзінде көк нұры жоқ, аузында жұмық жыры жоқ, уытсыз усыз құшағы, иірілмейді жыландай, сөзді жоқ құрандай, білгені қазан ошағы, жабайы ғана жарым бар. Неге екенін білмеймін, сол жарым сүйем дейді. Жабайы ғана жарым деген сөз, бұл жерде ол қарапайым, қоңыр ғана өмір сүріп жатқан адамбыз дегенді айтып тұр. Менің апам да соны айтқысы келіп тұр деп едім. Менің айтқым келіп тұрған сол ғой дейді. Асаба деген нәрсе осы деп ойлаймын. Иә, жаманды жасыратын, өте дұрыс айтасыз. Асаба болу үшін де бір білім керек. Бәкең сияқты азаматтан кеңес алу керек деген сол, ол бірінші мәселе. Содан кейін қазіргі уақытта Инстаграмда көптеген тамадалар, камера маған қараңыздаршы. Сол айтайыншы. Инстаграмдарына шоумен деп жазып қояды да, бірақ шоу көрмейміз. Супер асаба деп жазып қояды, бірақ супер ештеңе жоқ. Шын мәнінде, енді бір бетке мақтағандай болмайын, бірақ Бәкеңнің жаңағыдай бір кісілердің жетпей қалған жерін жеткізіп беруі, жаман жасырып жақсылығын асыратын тамада болу керек біз. Және де егер шоумен деп ат қойса, соған лайықты шоу көрсету керек, супер деп халық айту керек. Той дегенде қубастар домалайды. Бұл сөз халқымыздың тойға деген шынайы ықыласы мен құрметін дәл сипаттайды. Дегенмен той өткізу барысында шектен тыс сәнқойлық пен дарақылықтан бойды аулақ ұстағанымыз жөн. Той татулық пен талғамның айнасы. Ал бүгінгі бағдарламаны біз Қанат Досанның әсем әнімен аяқтаймыз. Сіздермен болған Меруерт Бауыржанқызы, бауырымыз бүтін, жанымыз аман болсын. Сабағы көгеріпті, оралымның барында ойнада гүл, ойнамаған гүлмеген не көріпті. Ай, жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның. Ай, жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның. Жерге қар жауса қар тұрмайды, біздей жігіт сіздерге таптырмайды. Ауылымның сыртында шырқасам, кемпір мен шал тыржыңдап жақтырмайды. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның. Асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаның.